Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін көргенім бір десертім бойынша сіздермен бөлісіп кетуді жөн көрдім. Осындай үйде тұрып қалған печеньелеріңіз болса, осындай пайдаға асырыңыздар. Оған керек заттар үйде қолданыстағы заттар. Осылай печеньені үкітіп, өз қалауыңыз бойынша үкітесіз. Мүмкін сіз қатты ұнтақ болған қаларсыз, әркім өзі әр қалауы бойынша. Соның үкітілген печеньенің үстіне сметана қосып, яғни қаймақты 3 қасық қосып, үстіне сгущенкіден чайный ложкамен 3 қасық қосып, бір келкі етіп араластырамыз. Бір келкі етіп араластырғаннан кейін оны өз қалауыңыз бойынша формаға саласыз. Менде формам дөңгелек пішіндес болды. Формаға әдемілі етіп өз көлеміңізше саласыз. Формаға бір келкі етіп, бәрін басып әдемі қылып саласыз ғой. Солай формочкаға салып болғаннан кейін бетін жауып холодильникке салып қоясыз. Менде примерно холодильникте 1,5 сағаттай тұрды. Сосын алғаннан кейін мен оны бетін кішкене әрлі жіберейін дедім. Үстіне шоколадты жағып, кішкене мак сеуіп дәмдеуіш беру. Өз қалауыңыз бойынша әрлейсіз. Кескенде енді бірақ жұмсақ әдемі дәмі деген тіл үйірді. Бізге ас болсын, жасап көріңіз.